Hey yo, бәріне сәлем достар, мен Ясин. Бүгін достар жаңа екінші тур хаусты салдым. Мен бізде енді екі хаус, екінші тур хаус осындай күшті өзіме ұнады. Сіздерге обзор көрсететін болам. Жаңа жылдарыңызбен достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Жаңа достар, енді меніңше достар 20 подписчик, 25 подписчикке жеткіздік достар. Сізден өтінемін, меніңше видеоны істейтін боламыз. Не достар, тухаусының сыртын көрсетейін бірінші. Тухаусының сырты осындай, мінеки көріп тұрғандарыңыздай. Осындай. Бүгін достар 12-де салют атылады. Бұл видеоны ертең или бүгін салатын шығармын. Міне осындай күшті, керемет. Міне осындай тортпен шай енді ішемін. Осындай жерде әжетхана. Осындай қолың жуасың, әжетханада отырасың, душқа түсіп аласың. Кілемдер, көп кілем. Андай кілемдер серия тухаус деп атайтын болам енді. Яғни қара ақер тухаус деп айтам. Серия тухаус деп айтам. Ал енді екінші этажда менің бөлмем. Және бос бөлме Дамир или Еркен асырат бұл бөлмеде достар. Осындай бөлме. Бұл да керемет бөлме деп айта алам. Бұл бөлмеде менің бөлмем достар. Бұл бөлмеде менің бөлмем. Бұл жерде отырамда видеомды түсіре отырам, монтаждаймын, ноутбукқа барып. Осындай бір ойыншық алып келгем, қара түсті жақсы көргеннен. Қара паластар, мына жерде келемді жатам, киім алып. Сосын мына жерде рвание болып қалса осындай. Мына жерде керекті заттарын салып қоям. Мына жерге шығамда балконын қарап тұрам, ауылды. Ішім пысып, таза ауа жұтып тұрам. Міне осындай достар. Видео қысқаша болып қалса ренжімеңіздер. Міне осындай жаңа ауыл жителдер көшіп келіп жатыр. Сіздер үшін енді жаңа етухаус үшін тортпен шайымды ішіп алайын. Болдым. Міне осындай достар, енді бұған Дамир, Еркен көшіп келетін шығар деген ойдам. Міне осындай жалпы. Осындай. Ауыл осындай бізде. Осындай. Ал неше достар, осымен видео аяқталады. Сау болыңыздар. Пока-пока, чау.